Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше дәмі тіл үйіретін керемет жаппасай тағамын дайындаймыз. Кейде бұны үндіс мантысы деп те атап жатады. Қалай аталса да, бұл тағам сіздерге сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Сол себепті видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер. Қамырын илеу үшін ыдысымызға 100 грамм су, 1 жұмыртқа және де 1 шай қасық тұзды салып, барлығын жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін үстінен ұнды електен өткізіп саламыз. Менде бұл жерде 300 граммдай ұн. Барлығын жақсылап араластырып отырып, ешқандай іртік, түйіршік қалмайтындай кәдімгі 5 бармаққа қамыр илегенде қамырымызды илеп аламыз. Бізде кішкене жұмсақтау, орташа тығыздықтағы қамыр иленіп шығады. Енді осы иленген қамырымызды пакетке салып, жарты сағат уақытқа иін қандырып, яғни тындырып қойып қоямыз. Бір 10 минут өткеннен кейін қамырды қайтадан алып, 1-2 басып илеп қойсаңыздар болады. Енді қуыратын заттарымыз үшін бізге 300 грамм ет қажет. Менде бұл жерде сиырдың еті, және де 1 сәбіз, 2 картоп, 1 пияз және де 2 тіше сарымсақ. Енді етімізді дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай жұқалап, ұсақтап, көбік етіп турап аламыз. Сиыр еті болу міндетті емес, жылқының немесе қойдың етінде пайдалансаңыздар болады. Келесі кезекте картоптарымызды да дәл осылай ұсақтап, көбіктеп турап аламыз. Сіздерде тәтті бұрыш болатын болса, оны да ұсақтап турап қоссаңыздар болады. Ал енді пиязымызды кәдімгі күнделікті тамаққа турағандай жартылай сақиналап турап шығамыз. Сәбізімізді картопты турағандай жұқалап, ұсақтап, көбіктеп турап шығамыз. Осымен көкөністеріміз дайын. 2 тіше сарымсақты да қосуды ұмытпаңыздар, оны да майдалап турап шығамыз. Енді қазанымызды қыздырып, ішіне 100-150 граммдай сұйық майымызды құйып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін ұсақтап туралған етті салып, қатты отта жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Осы қуыру барысында қазір еттің бойынан өзінің сөлі, яғни су шыға бастайды. Сол суы толықтай тартылғанша, тек қана майы қалғанша жақсылап қып-қызыл етіп етті қуырып аламыз. Одан кейін етіміз қуырылғаннан кейін үстінен пиязымызды салып қуырамыз. Пиязды да жұмсарғанша шамамен 2-3 минуттай қуырып аламыз. Осы пиязды қуырып жатқан кезде жаңағы ұсақтап тураған сарымсақты да қосып бірге қуырып жібереміз. Айтпақшы, каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, менің осындай керемет ерекше рецептерімді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыз. Ал енді сәбізімізді салып, оны да шамамен 2-3 минуттай қуырып аламыз. Осы сәбіз қуырылып жатқан кезде сіздер 1 ас қасық соя соусын қоссаңыздар болады. Соя соусын қоссаңыздар, еттің түсі қанық, өте әдемі, сочный, күшті болып тұрады, сондықтан қосуға кеңес беремін. Енді сәбізіміз қуырылғаннан кейін картопты салып қуырамыз. Картопты да шамамен 2-3 минуттың көлемінде қуырып аламыз. Картопымыз қуырылып жатқан кезде дәміне қарай тұз және де қара бұрыш қосамыз. Өздеріңіз қалаған басқа да дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Және де 1 шай қасық томат пастасын немесе 1 қызанақты турап қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығы жақсылап қуырылғаннан кейін үстінен су құямыз. Суымыз осы көкөністеріміздің еттің бетін толықтай жауып тұратындай болу керек. Мәке осылай құйдық. Енді толықтай қайнап шыққаннан кейін астын басып, баяу отта еті жұмсарғанша шамамен 40-45 минуттай пісіреміз. Ал біз оған дейін қамырымызды жаюға кірісе береміз. Қамырымыз ие қанып, жақсы демалып тұр. Енді үстінен ұн сеуіп, алғашқыда осылай жұдырығымызбен жақсылап басып дөңгелетіп аламыз. Қамырларыңыздың тегіс әрі дөңгелек болып жайылуы осы бастапқыда басып шыққандарыңызға байланысты. Қамырды оқтауға орап, кәдімгі еттің қамырын жайған секілді ұн сеуіп отырып, осылай 2 шетін ғана басып жаямыз. Сағат тілімен айналдырып отырып жайсаңыздар, қамырларыңыз дөңгелек әрі тегіс болып жайылады. Мінекей осылай жұп-жұқа етіп қамырымызды
бір тегіс етіп әдемілеп жайып алдық. Енді осы қамырымыздың үстінен сұйық майды бір тегіс етіп, барлық жағына біркелкі етіп әдемілеп жағып шығамыз. Құрметті көрермендер, осы видео басқа да көптеген адамдарға көріну үшін видео ұнаса лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Қамырымызды майлап шыққаннан кейін дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай лента секілді ұзыншалап кесіп аламыз, және де әрқайсысын 4 бұрыштылап кесіп аламыз. Осымен жаппасайдың қамыры дайын болады. Сіздерге біреуін көрсетейін. Мінекей осындай көлемде болып шығады. Біздің подливіміз баяу отта әдемі болып қайнап тұр, еті де жұмсарып пісіп қалды. Енді жаңаға кесіп алған қамырларымызды дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай сұйық май жағылған бетін төмен қаратып, осылай барлық жағына біркелкі етіп қамырларымызды төсеп шығамыз. Ешқандай қамырымыз бір-біріне бірігіп жабысып қалмайды. Өйткені сұйық май жағылғандықтан жабысып қалмайды, сондықтан қорықпай жайып сала беріңіздер. Мінекей барлық қамырымызды осылай салып алдық. Енді қазанның қақпағын жауып, баяу отта шамамен 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Біздің жаппасайымыз осымен дайын болады. Енді бетіндегі қамырларды осылай қолымызбен мұқият алып, тарелкаға төсеп шығамыз. Қамырды осылай бір рет орап қойсаңыздар болады, немесе ешқандай орамай-ақ тарелкаға барлығын жайып салсаңыздар болады. Мінекей барлығын әдемілеп тізіп шықтық. Енді ортасына жаңағы подливімізді салып шығамыз. Дайын болған жаппасай тағамымызды дастарханға ұсына берсек болады. Беттеріне әсемдік үшін қалауларыңызша осындай аскөктен сеуіп қойсаңыздар болады. Сіздерге және отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Қамырды алып, ортасына жаңағы салмасын салып, орап жібересіздер. Өте дәмді, ерекше, тойымды тағамның бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, өз пікіріңізді төменде жазып қалдырыңыз.